بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نصب الفعل المضارع فعل مضارع نصب болуы قاعدة نقول القاعدة قاعدة ينصب الفعل المضارع متى سبقه أحد النواسب الأربعة وهي أن لن إذن كاجدة. فعل مضارع نصب етілінеді дейді. Қашан? Мата сабақаху ахаду навасибил арбаға. Төрт насып етуші әріптердің біреуі дейді. Оның алдынан келсе дейді. Ху деген дамирді феғл мудорикқа қайтарамыз. Осы феғл мудориктің алдынан дейді. Осы төрт насып етуші әріптердің біреуі келсе дейді. Сөзі феғл мудорик насып болады деп отыр. Төрт насып етуші әріптер олар мыналары: ән, лән, изан, кәй деген. Осы етістіктер феғл мудорик алдынан келсе, феғл міндетті түрде насып болады. Әл-әмсилату мысалдар: уриду ән ұхсина сибахата. Жүзуді жақсы меңгеруді қалаймын дейді. Жүзуді жақсы меңгеруді қалаймын дейді. Осы жерде ән келгендігі себепті мына жерде насып болды. Етістіктің соңы насып болды. Аржу ән яғтадила әл-жау. Ауа райын орташа болады деп үміттенем дейді. Ауа райы орташа болады деп үміттенем дейді. Мына жерде әннің келгендігі себепті яғтадила мына жерде насып болды. Ясурни ән тазорана. Бізді зиярат етулерін, сендердің бізді зиярат етулерін дейді. Мені дейді. Мені қуантады дейді. Ән келгендігі себепті тазоро мына жер насып болды. Тазоро болды, насып болды. Лән әгзиба, ешқашан өтірік айтпаймын. Ләннің келгендігі себепті мына жер насып болды. Лән яфузал каслану жалқау, ешқашан жеңіске жетпейді. Ләннің келгендігі себепті мына жер насып болды. Яфуза деген насып болды. Лән адриба әл-қитта, мұшықты ешқашан ұрмаймын дейді. Ләннің келгендігі себепті мына жер насып болды. Бұл жерде қарасақ, енді бізге ән мен ләнға мына сөйлемде әнге мысал келтірді, мына сөйлемде ләнге мысал келтірді. Екі әріп бітті. Енді үшінші әріп изан. Изанға мысал келтірді. Изан туқима индана. Ендеше бізде тұрасың дейді. Туджибу бизалика ман қала. Бизалика деген осы сөзбен, осы сөзбен бизалика деген ман қала былай деп айтқанға дейді. Туджибу жауап бересің дейді. Саазуру мадинатакум. Сендердің қалаларыңа зиярат етемін деп саған біреу айтса, онда сен изан туқима индана деп жауап бересің деп жатыр да. Сендердің қалаларыңа зиярат етемін, онда бізде тұрасың деп жауап бересің деп жатыр ғой. Изан тарбаха тижа ти болады. Тижаратука туджибу бизалика ман қала. Осы сөзбен дейді. Бизалика деген осыдан қайтарады. Осы сөзбен былай деп айтқан кісіге жауап бересің дейді. Саакуну аминан. Мен аманатшыл боламын деп айтса, изан тарбаха тижаратук. Онда сен саудаңда пайдаға кенелесің деп айтасың дейді. Ендеше сен саудаңда пайдаға кенелесің деп айтады. Изан дегенде ендеше олай болса деп аударамыз ғой. Изан яфсудал хауау. Ауа райы бұзылады. Туджибу бизалика ман қала. Ауа райы бұзылады деп былай деп айтқанға жауап бересің дейді. Сағлиқут навафиза. Терезелерді жабамын деп біреу айтса, онда сен изан яфсудал хауау. Олай болса ауа райы бұзылады деп жауап бересің деп жатыр. Осы жерге қарайтын болсақ, изан деген сөзден кейін келген етістіктің бәрі насып болды. Мына жерде насып болды. Барлығы насып етті. Енді кәй дегенге мысал келтіреді. Кәй мына.
Ji'tu kay ata'allama. Nasib etdi ata'allama deb. Bilim alу үшін келдім деп. Оқу үшін келдім деген мағынада. Кайд бұл жерде үшін деп аударамыз. Харajtu kay atanazzaha. Серуендеу үшін шықтым деп. Атағалламу кай ахтумал ватана. Отанға дейді. Қызмет ету үшін оқып жатырмын. Осы жерде қарасаңыздар, кайден кейін келген фиғл мудорик насып болды. Мына жерде насып болып тұр. Міндетті түрде фиғл мудориктің соңын насып етеді бұлар. Әл-бахсу يشتمل كل مثال من الأمثلة السابقة على فعل مضارع قبله أحد لأحرف الأربعة أن لن إذن كاي. Жоғарыдағы мысалдардың әрбірі өзінен алдын дейді. 4 әріптің біреуі тұрған дейді. Фиғл мудорикті қамтиды дейді. Өзінен алдына 4 әріптің біреуі тұрған фиғл мудорикті қамтиды дейді. Яғни қабілаху деген дамирді мынаған қайтарамыз, фиғл мудорикқа қайтарамыз. Фиғл мудориктің алдын 4 әріптің біреуі тұрған фиғл мудорик қамтиды. Яғни бұлардың бәрі фиғл мудориктің алдынан келеді. Мадидің алдынан келмейді. وإذا تأملت آخر كل مضارع مسبوق بواحد من هذه الأحرف الأربعة في هذه الأمثلة وفي غيرها وجدته منصوبا дейді. Осы мысалдарда, немесе бұл мысалдардан басқа жерлерде де, яғни фиғл мудориктар көп қой басқа жерлерде де. Соларда да дейді, осы 4 әріптің біреуінен кейін келген фиғл мудориктің соңына қарайтын болсақ дейді. Қарайтын болсаң дейді, ой жүгіртсең дейді, ваджаттаху мансубан дейді. Оны фиғл мудорикті насып халінде көресің дейді. Яғни міндетті түрде насып болады деген сөз. Валакиннака иза хазафта хазал харфа. Осы харіпті жаңағы ән, лән, изан, кайы бар ғой. Сол харіптердің біреуін егер түсіріп тастасаң дейді. Ваджаттал фиғлі марфуған, онда етісті рафық болған күйінде көресің дейді. Min zalika дейді. Юфхаму анна хазихил ахруфа тансибул фиғлал мудариға аллази яти бағдаха дейді. Осыдан дейді. Осы әріптің дейді. Фиғл мудорикті насып ететіндігі дейді. Түсінеді дейді. Қандай фиғл мудорик? Өзінен кейін келген. Ха деген жаңағы харіптерге айтады. Ха деген дамир. Ән, лән, изан, кай деген харіптерге айтады. Сол харіптерден кейін келген фиғл мудорикті насып ететіндігі түсінеді деп жатыр. Тәмринат, жаттығулар. Иқраил жумалал атията وعين الأفعال المضارعة المنصوبة فيها дейді. Төмендегі сөйлемдерді оқы дейді. Сөйтіп, сол сөйлемдердің ішінде дейді, насып болған фиғл мудориктарды анықта дейді. Қайсысы мана насып болып тұр, соны анықта дейді. Вазкур әс-сабаба фи насби кулли фиғлин. Әрбір етістіктің насып болуындағы себебін дейді. Айт дейді. Не үшін насып болып тұр, соның себебін айт дейді. Лән ябиға әби хисанаху. Әкем атын дейді, ешқашан сатпайды дейді. Насып болып тұр. Не себепті? Алдына лән келгендігі себепті. Лән келгендігі себепті насып болып тұр. Себебі сол да. Хазасту шажарата кай ясқута самаруха. Ағашты сілкідім дейді. Не үшін? Жемісі түсу үшін дейді. Кай деген үшін дейді. Жемісі түсу үшін. Ла яджузу лил инсани ан яжлиса фи маджрил хаваи. Адамға дейді,
ауа жүретін жолда дейді, яғни сквозняк, ауа жүретін жолда сквознякта отыруына болмайды дейді. Ән келгендігі себепті мына жер насып болды. Фатахту навафизал хужрати кай ятажадда хавауха дейді. Бөлменің терезелерін аштым дейді. Не үшін? Ауасы дейді. Тазару үшін дейді. Ауасы жаңару үшін дейді. Кай келгендігі себепті соңы насып болып тұр. Кун муаддабан кай такуна махбубан. Әдепті бол дейді. Не үшін? Сүйкімді болу үшін дейді. Кай келгендігі себепті мына жер насып болып тұр. Яштағилул инсану биннахари кай янама билейли. Адам дейді. Күні бойы шұғылданады дейді. Жұмыс істейді дейді. Түнде ұйықтау үшін дейді. Мына жерде кай келгендігі себепті янама болып насып болып тұр. Яджибу алейка ан туназзифа аснанaka кулла яумин. Саған дейді. Күнде тістеріңді тазалау керек дейді. Ән келгендігі себепті насып болып тұр. Изан ясиха баданука тужибу бизалика ман қала. Ендеше сен денең дұрысталады, денің сау болады деген мағына ғой. Осылай былай деп айтқанға жауап бересіз дейді. Саақтаду табкиро илен наум дейді. Ерте ұйықтауға әдеттендім. Ерте ұйықтауға әдеттендім деп айтса дейді, біреу саған дейді. Ондаша сен изан ясиха баданука деп. Ендеше денсаулығың жақсы болады деп жауап бересің дейді. Изан келгендігі себепті мына жер насып болып тұр. Изан ядауфа басаруху. Ендеше оның көзі көруі әлсірейді. Оның көруі әлсірейді деп. Тужибу бизалика ман қала. Былай деп айтқанға осымен жауап бересің дейді. Яқрау сағидун фиддау ид даифи. Әлсіз жарықта сағид оқып жатыр деп айтса, әлсіз жарық. Сәл қараңғылау бөлмеде оқып жатыр да. Деп айтса, изан ядуғуфа басаруху. Оның көруі әлсірейді деп жауап бересің дейді. Изан келгендігі себепті ядуғуфа насып болып тұр. Ятғабул инсану фи сиғарихи кай ястариха фи кибарихи. Адам кішкентай кезінде шаршайды дейді. Не үшін? Үлкейген кезінде демалу үшін дейді. Кай келгендігі ястариха болды. Насып болып тұр. Енді екінші тәмрин жаттығуды қарайық. Әтмим әл-жумал әл-әтията. Төменде келген сөйлемдерді толықта дейді. Ваду. Қалай толықтырады оны? Ваду фиғлан мудориған мулаиман. Оған сай келетін фиғл мудорикті қой дейді сөйтіп. Вашкул әхираху. Сөйтіп фиғл мудориктің соңын шәкілдендір. Яғни харекетін қой дейді. Қой деп жатыр ғой. Ясурруни ән деңізде ән азурока десең болады әндерге. Ән азурока сенің жоқ. Азурони сенің маған зиярат етуің мені қуантады деп айтсақ болады. Үст бәрін қойып шығасыздар әндерге. Мына жақтан қарап тексеріп аласыздар. Алла. Мына жерде, иә? Жаңа жерде қарайсыздар. Ясуруни ән тадрусу. Ән тадруса болады нәрде, иә? Насып болады. Сенің оқуың дейді, мені қуантады дейді. Якул инсану кай яғиша дейді. Адам тамақ жейді, өмір сүру үшін деп, осыны аударып шығасыздар жазды. Жалғасы мына жерде, осыны аударып шығасыздар. Мына жердің бәрін орындап
мына жақтың бәрі орындап сөйтіп аударып шығасыздар. Үшінші тәмрин. Ажиб анил жумалил атияти بجمل تبتدئ كل واحدة منها بفعل مضارع مسبوق بإذن дейді. Төмендегі сөйлемдерге жауап бер дейді. Бижумалин сондай бір сөйлеммен дейді. Қандай? Тәбтәдиу күл уақыт. Сол сөйлемдердің әрбірі дейді. Изаннан кейін келген феғл мудорикпен басталатын болсын дейді. Изаннан кейін келген феғл мудорикпен басталатын сондай бір сөйлемдермен жауап бер дейді. Сахухди илайка китабан десе, саған кітапты сыйлыққа беремін десе, изан деп сен нәрсе жауап бересің. Изан. Изан ақрааху деп ше. Мына жердің бәріне изан деген қоясыздар. Изан, изан, изан. Бәріне сөйтіп қойып жауап бересіздер да. Мына жақтан қарап аласыздар. Мына жерге қарайтын болсақ, изан ақрааху я. Изан тәжния тамран касирун деп. Мына бәрі жауаптар. Осының жауабын жазып аударып шығасыздар. Төртінші тәмринге қарасақ, ضع في المكان الخالي أحد الحرفين أنكي. Бос орынға екі әріптің біреуін қой дейді. Екі әріптің біреуін қой дейді. Вашкул ахиру лмудариғи бағдахума. Сол екеуінен кейін келген феғл мудариқтың соңын шәкілдендір, яғни харекетін қой дейді. Ухиббу дәрге ән қоямыз, ән. Ән усафира. Сапар шегуді жақсы көремін. Асрақту кай қоямыз, кай. Кай удрикал қитара. Пойызға үлгеру үшін асықтым. Джиту усалим алейка дәрге кай қоямыз. Джиту саған сәлем беру үшін келдім деп қоясыздар. Ясуруни анжаха дейді. Жеңіске жетуім дейді мені қуантады дейді. Юаллимуни ән қоясыздар. Ән туғадзиба әл-хайуаны. Хайуанды азаптау дейді. Сенің азаптауың дейді. Менің жанымды ауыртады дейді. Сөйтіп қойып шығасыздар. Мына жақтан көресіздер. Дұрыс па, дұрыс емес па деп. Мына жерден көресіздер. Бесінші жаттығу. Адхил лән аля кулли мудариғин фил джумал атияти вашкул ахираху. Төменде кірген сөйлемдерге феғл мудариққа дейді. Ләнді кіргіз дейді. Сөйтіп оның соңын шәкілдендір. Нәрге лән деп қойсын. Лән яғуда боласы соңышы. Лән яғуда әл-ғайбу. Бөтен ғайып жоғалып кеткен адам еш қашан қайтпайды. Деп аударып шығастыр бәрін. Мұхаммадун нәрге лән дейді. Лән ятааххара фиссабахи. Таңертең еш қашан кешікпейді деп аударып шығастыр. Мына жердің дұрысын қарайсыздар. Алтыншы тәмрин. Ити би самани джумалин би куллин минха мударигун масбуқун би харфин насибин. 8 сөйлем келтір дейді. Минха сол 8 сөйлемнің әрбірі насып етуші харіптен кейін келген мударик болсын дейді. Вастауфи жамиғал ахруфил насибати. Насып етуші әріптердің барлығын толық жаз дейді. 8 сөйлемнің ішінде. Ан, лән, изан, кай. Бәрін қолдан деп жатыр ғой. Мына жақтан қараймыз енді. Мына жерді қарайтын болсаңыздар. Ухиббу ан атлуа әл-Құр'аны сабақ таңертең Құранды оқуды қалаймын дейді. Сөйтіп аударып шығасыздар. Лән яззахаба әл-мариду иля амалихи. Ауру адам жұмысына ешқашан бармайды деп.
Бәрін аудап шығасыздар жазып. 7-ші тәмрин. Тәмрин фил инша дейді. Иншаға қатысты жаттығулар. Әжиб анил әсилатил әтияти би жумалин яштамилу куллун минха ала фиғл мудариг мансубин. Төменде келген сұрақтарға жауап бер дейді. Би жумалин сондай бір сөйлемдермен дейді. Яштамилу куллун минха, сол сөйлемдердің әрбірі насып болған фиғл мударигті қамтитын болу керек дейді. Насып болған фиғл мударигті қамтитын сондай бір сөйлемдермен төмендегі сұрақтарға жауап бер дейді. Мәлләзи тахшаху иза лағибта биннар. Егер отпен ойнасаң дейді, неден қорқасың дейді. Осыған жауап береміз. Не деп жауап береді екен? Мына жерге қарайтын болсақ, Ақша ән тахтариқа яди, қолымды күйдіріп аламын ба деп қорқамын дейді. Осылай осы жердің бәрін жауап бересіздер. Аударып шығасыздар. Тәмрин фил иғраб. Енді иғрабқа қатысты жаттығулар. Уриду ән яхдурал қадиму. Қызметшінің келуін қалаймын дейді. Уриду фиғл мудариг марфуғ. Алдын сіздер жаттадыңыздар бұны. Алдын сіздер жазып бердім. Соны мына жаққа толығын айтасыздар өздеріңізде. Фиғл мудариг марфуғ литаджарудихи минан насиб вал жазим аламату рафихи ад-доммату аз-захира деп айтасыздар. Ән харп насб дейміз. Яхдура фиғл мудариг мансуб би ән. Ән себепті насб болып тұр деп айтамыз. Фиғл мудариг ән себепті насб болып тұр. Аламату насбихи, насб болуының белгісі Al-Fatqatu az-Zahiratu ala akhiri, соңында көрініп тұрған фатқа дейді. Осыны жаттап аласыздар. Al-Khadimu fa'il marfuq. Fa'il marfuq alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahira деп айтасыздар. Алдын жазып берген сабақты. Lan yu'azziba Muhammadun al-haywana. Мұхаммед хайуанды еш уақытта азаптамайды. Lan харф насб деп айтамыз. Юғаздива фиғл мудариг мансуб билан. Лән себепті насб болып тұр. Аламату насбихи аль-фатқату аз-захира ала ахирихи деп осылай жаттап аламыз. Махмуд фағил марфуғ аламату рафқихи ад-доммату аз-захира деп айтамыз. Ал-хайуан мафулун бих мансуб аламату насбихи аль-фатқату аз-захира деп айтамыз. Өткен сабақтарда жазып бердім сіздерге. Ағриб әл-джумлатайни әл-атиятайни. Төмендегі келген екі сөйлемді иғрабта дейді. Жаласал валаду кай ястариха. Бала демалу үшін отырды. Жаласа фиғл мади мабниун алал фатх деп айтамыз. Ла махалла лаху минал иғраб. Валаду исм фағил марфу аламату рафихи ад-домма аз-захира. Кай харф насб дейміз. Ястариха фиғл мудариг мансуб би кай аламату насбихи аль-фатха аз-захира деп айтамыз. Изан язхабат табу. Осыны иғраптайсыздар сөйтіп. Осымен насб, фиғл мудариг насб болу бітті. Келесі сабақ жазмул фиғл мудариг. Фиғл мударигтің жазым болуын өтетін боламыз, иншаллах.